Қайырлы күн, мен сіздерге қазір бірінші заказдарыңызды қалай жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін браузерге oriflame.kz деп жазасыздар да Oriflame сайтына кіресіздер. Oriflame сайтында сол қол жақта адамның бейнесі басасыз. Мына жерде войти деген жерден жоғары жағына номер консультанта, төменгі жақта пароль жазасыз. Сонымен войти дегенді басасыздар. Енді міне кабинетіңіз ашылды. Оң қол жақта жоғарыда міне корзина көрсетіліп тұр. Сол корзинаны басып, төмендегі перейти корзинаны басасыздар. Менде бұл жерде жаңағы wellness подпискам бар. Сондықтан wellness подписка жайында оны кейінірек айтамын. Мына жерде міне жоғарыда быстрый заказ деген жерге сіздер код продуктаны жазасыздар. Код продуктаны міне каталогта мына жерде міне көрсетілген. Міне код продукта деген 5 цифр, 4 цифр бағаның жәнінде жазылған. Менде мына жерде міне 35-те 809. Мен алдын ала дайындап қойғам. Сол заттарды жазып шығамын. Корзинаға қосылды. Ары қарай 39-да 448, 39-да 448 қосылды. Енді 35-те 809, 35-те 809 қосылды. Менде 156 балл бонус болды. Енді мына жерде оң қол жақтағы далее дегенді басасыздар. Мына жерде енді доставканы тыңдайсыздар. Мысалы, менде получить пункт выдачи. Мына жақта оң қол жақта все деп жазылған жерде, мына үш бұрышты басқан кезде сізге тағы таңдау жасайды. Мен мына сервисный пункт обслуживания деп жасаймын. Поштаматты да таңдасаңыздар болады. Кез келген өзіңізге ыңғайлы вид доставки таңдасаңыздар болады. Мына жерде мен Алматы қаласындағы маған өзіме жақын сол адресті таңдаймын. Мысалы, Айнабұлақ. Енді мына далее дегенді басасыздар. Мына жерде қалай оплачивать ететін шығады. Доставканың орнына зат таңдауға болады. Соны көрсетейінші қазір. Доставканың орнына зат таңдауға болады. Далені басқан кезде жаңағы доставканың орнына предложение доставки дейді. Мына жердегі кез келген затты доставка бізде 850 теңге, кейде 1000 теңге болады, кейде 1100. Ол жаңағы ары қашықтыққа және доставканың қай түрін таңдағаныңызға байланысты. Мына біреуін таңдауыңызға болады. Егер керек жоқ десеңіз, нет, я отказываюсь басасыз. Сонымен далені басасыз. Енді міне сіздің заказыңыздың реквизиттары көрініп тұр. Мына жерде менде 850 теңге доставка. Мынау менің жаңа 20% шегеріп тастағандағы ДЦ бағамның сумасы. Және мына жерде минус 4112 теңге деген, ол менің алдыңғы заказымнан 10% маған берілген кэшбэк. Осыны менің заказымнан шегеріледі. Мына жерде 39 мың болса, мына жерде міне 36 мың болып тұр. Ары қарай міне оплатаға 35.453 теңге төлеймін. Өйткені мен алдыңғы заказымда артық 711 теңге салынған. Міне менің қанша балл бонусым, группамның қанша балл бонусы көрінген. Енді міне оформить заказ деп заказды сақтаймыз. Мен қазір сақталмаймын, енді өйткені қосатын заттарым бар. Сонымен міне сол қол жақтағы мына адамның бейнесін басасыз да, заказыңыз кетті. Демек, 2 күннің ішінде төлеу керек заказды. Оны сіз Каспи Голдпен төлесеңіз де болады, платежи дегенге кіріп, және терминалдар арқылы төлесеңіз де болады. Терминалдар қазір кез келген үлкен маркеттер болсын, магазиндер болсын, сол жерлерде бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болғаныма өте қуаныштымын.